күніге 20.000 теңге табу үшін не істеу керек YouTube'та? Немесе ол 20.000 күніге табу ол 100.000, 200.000, 2 жыл, 3 жылдан бері подписчиктері бар адамдар, жинап жүрген адамдар табады деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емес. Жаңадан канал ашып, сіздер бар ғой, 1,5 айдан, мысалы, бүгін канал ашсаңыздар, уже 2 айдан кейін сіздерде уже табыс 300.000, 400.000, 500.000-ға кетіп қалады. Енді 15.000 теңгеден күніге. Солай істеу үшін стратегия не істеу керек дейсің. Соны айтатын боламын, до конца көріңіздер видеоны. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін былай жасау керек. Өз басым істегем сондайтын, бастапқыда каналды аштым. 1,5 айда 30.000 подписчикті жинадым. 2 айға жақын. 1,5 айдан көп. 1 ай 20-25 күн. Сода мен 480.000 теңге шығарғаным бар. Онда қалай жасадым деген кезде мен бірінші видеоны жасадым. Видеоны қай жақтан алдым деген сұрақ туады. Видеоны мен TikTok пен Instagram'нан алдым. Ішіне өзімнің дауысымды қостым, өзімдікін жасадым. Сосын мен оны алдым да обложкасын өлтіріп жасадым. Қазіргі хайп темалар. Мен атын айтпай-ақ қояйын. Ол каналды мен басқа нәрсеге өзгертіп жібердім қазір. Мысалы, бір хайп кетіп қалады Қазақстанда. Анау мен анау үйтті, мынау мен мынау бүйтті, пәленкесі үйтті, пәленше андай адам былай жасап жатыр, ұрысты, керісті. Сол теманы аласында, ішіне өзіңнің ойыңды қосып, сөзіңді қосып, бір нәрсеңді қосып, монтаждап, YouTube'қа саласың. Қарап отырасың, Instagram'да, TikTok'та бәрін аңдап отырасың, андай сөйлеп айтты деп. Бұлар хайповый темаларда жүретін. Үнемі хайптан темасында отырасың. Обложканы өлтіріп жасайсың, жақсылап, қызықтыратындай қылып. Уақыттың өтуімен оны да үйренесіздер. Подписчик саған ағылады конкретно, просмотр ағылады, нәтижесінде ақша көбейеді. Бірақ сіздер тек TikTok'тан алып, Instagram'дан алып, сала салмаңыздар сразу. Жүктедім, салдым, ондай емес. Оған бір сөзіңізді қосып, логотипіңізді қойып, сөйлеп, мысалы. Өзіңіздің мынандай ойыңызды айтып, деп бір-екі ауыз сөздерді айтып, мейлі өстіп шығып жеткенде, неге олай жасады екен? Былай бір өз ойыңды білдірсеңіз, онда YouTube'та ол болады. Себебі сіздің реакцияңыз, сіздің видеоңыз ол монтаждады дегенге дәлел. Сіздің сөзіңіз шығып тұрса, сіздің бейнеңіз шығып тұрса, немесе сіздің логотипіңіз, олар алғаннан кейін просто так алып сала салмау керек. Оның ішіне өзіңіз бір нәрсе қосу керексіз. Болады ғой, реально. Мысалы, YouTube'да біреу алдауды бүйтіп экранын кішірейтеді, бүйтіп все. Ол болмайды, ол монетизацияны өшіріп тастайды. Ол жерде кәдімгідей монтаждап, сөйлеп, мысалы, зеркальный қылып қоя салады видеоны ше. Олай да болмайды. Обязательно сіздің сөзіңіз керек, немесе өзіңіз керек, немесе бір реакцияңыз керек, обзорыңыз керек, өзіңіздің ойыңыз керек, немесе өзіңіздің түріңіз керек, сол жерде шығып сөйлеп бір нәрсе деп ше, ұялмасаңыздар или қорықпасаңыздар. Сөйтіп жасайсыңдар. Сөйтіп хайповый темада резко көтеріліп, тез көтеріліп алсаңыздар болады. Соны аласыздар, саласыздар. Бірақ оның бір минус жері резко просмотр 100-200 мыңға барады да, 300 мыңға барады да тоқтап қалады. Дальше жүрмейді. Себебі хайптың темасы бітіп қалды да. Сөйтесіздер. Тез көтерілудің жолдары. Егер идея жоқ болса сіздерде, мысалы сценарий жасау қиын, монтаждау қатты қиын болған, қатты монтаждың да керек жоқ. Аласыздар, істейсіздер, болды. Бірақ сол минус жағы жаңағыдай тез өшіп қалады. Бір айдан кейін уже сенің видеоңды ешкім қарамай қояды, просмотр 100-200 мың болып тұрса да. Себебі хайптың темасы өтіп кетті. Сол сияқты сіздерде Instagram'да, TikTok'та аңдып отырып, олардан жүктеп алып видеоны хайптың темасын, хайпта жүрген адамдарға тіркеліп қоятын шығарсыздар, может. Ол туралы бір өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің түріңізді, өзіңіздің сөзіңізді, логотипіңізді қойып, үстінен озвучка жасап, дәл осы күндері осы кісі хайпта жүргендіктен мені осы кісі туралы айтпастан болмады. Ол былай жағдайларға жолыққан еді. Алдын ол былай істеп еді, кейін ол былай болды. Сіздер не ойлайсыздар, көрермендер? Бұл туралы не айтасыздар деп сіздің дауысыңызды қойсаңыз, онда болады. Сізге жалып та бермейді. Енді жалып бермейді дегенде қалай? Монетизацияңызды өшірмейді. Біреудің видеосын жаңағыдай масқаралап или өтірік үстінен сөз айтып, ол болмайды. Кликбейттер болады, пәленкес андай әнші өліп қапты, мынандай әнші авария болыпты, қарызға кіріп кетті, қораға кіріп кетті деген сияқты өтірік нәрселерді жасамаңыздар. Себебі ол жерге кірген адам жынды емес. Өтірік деп жалыпты басады да, ол жерде
жаңағындай өтірік тарату дегенді басып кетсе, сізге YouTube оны білетін болса, сіздің каналыңызбен қосып құртып жоғалтып жібереді. Сол үшін де ютубпен андай білмей қалады, көрмей қалады, үйтпей қалады, бүйтпей қалады деген нәрсе керек емес ютубқа ше. Сол үшін де честно өзі не айтады, ютуб не правила беріп қойған, соны жасасақ болды. Артық нәрсе, артық қылам деп тыртық қылып, ең соңында каналдан айырылып, каналдан айырылған жарайды құрсын, басқа канал ашарсын. Ең жаманы қайтып келгің келмей қалады ютубқа. Ей қойшы, мен канал ашсам қазір келістіре алмаймын, мен каналым блокқа түсіп қалады. Сонша еңбегім, енді 50-100 мың подписчик, даже 10 мың, даже 1000 подписчик қаншама еңбекпен жинайсыздар мысалы да, білмеген адамдар көп жинайды. Өткенде біреу айтады, Асеке, сен қалай контенттерді жасап жатсың, қалай канал, 5-6 канал, 10 шақты канал қалай жүргізіп жатсың дейді. Мен бір каналмен әлі жүрмін дейді, 7-8 ай болды, 6000 подписчик жинадым. Ол болмайды уже, ол 6-7 айда 6000 подписчик жинады деген не сонда ол мысалы да. 6-7-8 айда адам деген 50-60 мың подписчик жинау керек, 40 мың подписчик жинау керек мысалы да. 100 мың демей қояйын, бірақ 100 мыңды жинайтын де бар, жинауға да болады. Просто адамдарға не керек, соны беріңіздер. Адамдар нені көргісі келеді, соны көрсетіңіздер. Заголовок қайсысын қызығады адамдар, заголовок соны жазыңыздар. Обложка қайткенде адамдардың көзіне түседі, соны жасаңыздар. Секрет жоқ, осылай жасай беріңіздер. Енді сіздер көп уақыттарыңызды жібермей, міне осы видеоға сілтеме бар, көп уақыттарыңызды жібермей сразу үйренем десеңіздер, мен канал ашқаннан бастап Каспийге ақша түскенге дейін аралықтың барлығын көрсетіп курс қылып шығарып қойдым. Ол курс міне осы сілтеменің астына кіріп, даналардың барлығын оқисыздар, не жайында хабардар береді, сол жақта бәрі жазылған. Енді мен сіздерге айтатыным, біреудің затын пайдалансаңыздар да, басқа біреудің видеосын пайдалансаңыздар, ол монтаждаңыздар обязательно. Солайына алып, экранын кішірейтіп, мына жағына айналдырып жіберіп, зеркальный қылып, все, әшейін бір басқа бір видеоны қойып қоя салып, мына жерге ондай болмайды. Кәдімгідей өзіңіздің ойыңызды айтыңыз, даусыңызды шығарыңыз, немесе жаңағыдай өзіңіз сөйлеңіз. Может, бір реакцияңызды көрсетесіз, бүйтіп деп, немесе жаңағыдай айтасыздар. Анау мен мынау екеуі үйленді деп. Мен айтып отқан жоқпын, өсек, қатын, бір бәле деген емес. Бұл бизнес, бұл жаққа келген кезде сіздер ондай нәрсеңізді қалдырып келесіздер. Сразу айтып, не қыласыңдар, біреу үйтті, біреу бүйтті. Бұл бизнес әшейін ғана, бұл кликбейт жасап, наглый кликбейт емес, бұлай әдемілеп жеткізу. Бұл проект, бұл жоба. Сенсация жасауың керексің, сенсацияны айтуың керексің адамдарға. Егер ондай нәрсе айтқың келмесе, қаламасаң, онда вообще ютубқа келмей қою керек та. Бұл жақта солай жасайды проектіні. Өтірік айту мәселесінде емес, именно солай қызықтыра білуің керексіңдер. Әдемі нәрсені қиын көркемдеп жеткізу, қызықтырып жеткізу, асырып жеткізу. Мәселе осы міне. Соны ютубтың правиласын ұмытпаңыздар, осындай қылып жеткізу керексіздер. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.